Білім айнасы хабарының бүгінгі шығарылымы Түлкібас ауданына арналады. Бұл өңірде 60-қа жуық білім ошағы жұмыс істейді. Әрқайсысы өз бағытында дамуды мақсат еткен, шәкірттердің болашағына жол ашатын маңызды мекемелер. Бүгін біз аудан мектептерінің тыныс-тіршілігін, білім сапасын арттыру бағытындағы жұмыстарды, атқарылып жатқан жобаларды және өзекті мәселелердің қалай шешіліп жатқандығын сөз етеміз. Хабар барысында Түлкібас аудандық білім бөлімінің басшысы аудандағы білім саласының қазіргі жай-күйі мен жаңа жоспарлары туралы арнайы сұхбатын алдық. Одан кейін бірнеше мектептің жұмыс барысына тоқталып, оқу ордаларындағы жаңалықтар мен жетістіктерді назарға аламыз. Білім айнасы білім саласының шынайы көрінісі. Жалпы Түлкібас ауданының білім бөліміне қарасты 60 мектеп бар. Оның ішінде бір мектеп жекеменшік, бір кешкі мектебіміз бар, 7 бастауыш мектеп, 5 негізгі орта мектеп, қалған бар жалпы мектептер. Мектептерде биылғы оқу жылында 22.600 оқушы қабылданды. Оларға сабақ беретін мұғалімдердің саны 3300. Жалпы мұғалімдердің несіне келетін болсақ, біліктілік санатына бізде педагог шебер 17 шеберіміз бар, 673 зерттеушіміз бар, және 770 педагог сарапшымыз бар. 60 мектептің бәрі ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өтіп, жаз айында қазіргі таңда жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тек қана бір Иірсу ғана мектебінде бала саны тапшылығына байланысты уақытша жабылып тұр, бастауыш мектеп. Қалған мектептердің бәрі жылу маусымына дайын, жылу маусымы қосылды. Қазіргі таңда 1-ші тоқсан аяқталып, 2-ші тоқсан сабақтары өтіп жатыр. Білім сапасы 1-ші тоқсан бойынша 63%-ді құрады. Жалпы білім сапасына келер болсақ, Түлкібас ауданы әрдайым алдыңғы қатарда облыста. Өткенде ауыл олимпиадасы өтті, республикалық ауыл мектептерінің арасында. Облыс бойынша 62 жүлделі орын алып, облыста жүлделі бірінші орын алды Түлкібас ауданы. Ол да біздің жаңағы мұғалімдеріміздің біліктілігінің жоғары екені, оқушылардың білім дәрежесінің жоғары екенін көрсетеді. Жалпы енді жөндеу жұмыстарына келетін болсақ, ағымдағы жөндеу жұмыстарына біраз мектептерге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде Науаи мектебін айтсақ болады, реновациялық 40 мектептің қатарына енген еді. Қазіргі таңда мектеп толық дайын, оқушылар оқып жатыр. Өте керемет, жақсы, сапалы жөндеу жұмыстары жүрді. Сонымен қатар 150 орындық Дауан мектебі құрылысы жүріп жатыр. Келесі 26 жылы беріледі, өтпелі құрылыс нысан. Одан бөлек 2026 жылға тағы да бір мектепті күрделі жөндеуден өткіземіз. Мұхтар Әуезов атындағы мектепті 2027 жылы Майтөбе ауылындағы Гагари мектебі күрделі жөндеуден өту жоспарланып отыр. Сонымен қатар 26 жылы тағы 2 мектеп құрылысы жүреді деген жоспарымыз бар. Ол Сәстөбе елді мекенінде 300 орындық мектеп және осы Тұрар Рысқұлов ауылында Нұршуақ мөлтек ауданында 595 орындық мектеп жоспарланып отыр. Сонымен қатар бізге біраз мектептер қажеттілігі туындап отыр. Бала санының артуына байланысты. Ол Лермонтов деген мектебіміз бар, Тастұмсық ауылында. Соған 600 орындық мектептің ПСД-сі дайындалды. Одан бөлек Көкбұлақ деген ауыл бар, негізгі мектеп. Ол мектепте де қазір оқушы саны өсіп жатыр және 11 жылдыққа ауыстыру жоспарымыз да бар. Сондықтан жаңа мектеп өте қажет сол ауылға. Одан бөлек бізде Жанзақ бастауыш мектебі бар, Көктерек бастауыш мектебі. Сол 2 мектепке де жаңа мектеп қажет. Сонымен қатар Сейфуллин атындағы мектебіміз бар Жаскешу ауылында. Ол жерде 450 орынға арналған мектепте қазіргі таңда 1100 оқушы оқып жатыр. 2 ауысымда зорға сиіп жатыр оқушы. Міне сол жерге 300 орындық бастауыш мектеп соғу қажеттілігі туындап отыр. Осының бәріне қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттар дайындалып, білім басқармасына ұсынылған. Алдағы уақытта осы жоспарлардың бәрі орындалса, мектептердің жаңарып, жаңа мектептер қатар көбейе түсетініне түседі деген ойдамыз. Ыстық тамақ мәселесіне ыстық тамақ жалпы бізде 52 мектепте ыстық тамақ ұйымдастырылған. Асханасы бар, бәрі кәсіпкерлермен келісімшарттар тұрылған және кәсіпкерлер тарапынан бәріне жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Ол жерде балдар жаңағы тамақтануда фисайди жүйесін орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осыған дейін асхана жүйесінде болған еді. Сондықтан осы 2-ші тоқсаннан бастап фисайди жүйесіне ауыстырып жатырмыз мектептерді. Жаңа жылда толық қосылады деген ойдамыз. Ыстық тамақ ішетін жаңағы бүкіл 1-4 сыныптың балдарымен қоса 5-11 сынып арасында аз қамтылған отбасы балдар қамтылған ыстық тамақпен. Түлкібас ауданының білім бөлімі өткен оқу жылында мектепті жақсы қорытындылады деген ойдамыз. Себебі ауыл олимпиадасы бойынша үздік 100 мектептің қатарынан көрінді. Бізде Ломоносов атындағы мектеп гимназия бар. Республикамыздың 100 мектебінің қатарына енді. Одан кейін 9-11 сыныптар арасында пән олимпиадасы өтеді. Сол республикалық пән олимпиадасында да сол Ломоносов мектеп гимназиясы 100 үздік мектептердің қатарынан көрінді. Бұл деген сөз басқа аудандар немесе облыста дарын мектептері, сол сияқты жаңағы инновациялық мектептердің көрсеткішімен бір дәрежеде біздің жалпы орта мектептер. Бұл дегеніміз өте жақсы көрсеткіш. Биылғы оқу жылында да бұған білім сапасына баса назар аударып отырмыз. Сонымен қатар тәрбие саласында да қолға алып жатырмыз. Себебі тәрбие құқық бұзушылық өспегенімен суицид мәселесі өте күрделі болып тұр. Себебі 5 суицид болды, оның 4-еуі аяқталған өкінішке орай, 1-еуі оқталған нәтиже тіркелді. Бұл Түлкібас ауданында соңғы 5 жылда ең жоғары көрсеткішке болып тіркелді. Сондықтан қазір біз U-Global деген жобаны енгізіп жатырмыз. Қаржы қаралып, осы қыркүйек айынан бастап толық сол жүйеде қазір жұмыс жасалып жатыр. Не жасайды ол жоба? Ол жобада деңгейге бөлеміз ғой біз, психологиялық деңгейге бөлеміз балаларды. Сол деңгейді анықтап береді. Мысалға, тәуекел тобындағы балалардың саны ол жерде әлдеқайда көп болады. Ол жерде сауалнамалар алынады, электронды нұсқада алынады. Соған қатысқан тест алынады, сол тестке қатысқан балалар сол сұрақты жауап беру арқылы олардың сол психологиялық тұрақтылығы жаңағы тексеріледі. Егер бұрынғы жаңағы жүйемен алсақ, бұрынғы жаңағы осы психологиялық болды ғой бізде бестерек деген жоба. Ол жерде мысалға аудан бойынша қызыл деңгейде, яғни тәуекел тобында 45 оқушы болатын болса, қазір мына U-Global жобасында бұл 4,5-5 мың балаға дейін тәуекел тобын анықтап береді. Бұл риск тобындағы балдармен жұмыс істеуге өте мүмкіндік мол болады. Әр мектеп 1-2 баламен емес, 100 баламен, 200 баламен жұмыс істеуге мүмкіндік болады. Жүйелі жұмыс жүргізіледі. Ол жерде жалпы тек қана психологтар емес, әлеуметтік педагогтарға арналған сауалнамалар бар, кәсіп бағдар беруші педагогтарға арналған сауалнамалар бар. Яғни балаларды қызықтыра отырып, сауалнама алу арқылы балалардың психологиялық тұрақтылығын тексереді. Бұл енді басталады, Енді басталып, бізде қолға алынды. Былтырғы оқу жылында Қазығұрт ауданында жүргізілген екен пилотты жобада. Соны қазір облыста 6 ауданға енгізіп отыр. Бұның қаржысы қаралып, U-Global жобасы Түлкібас ауданында қазанның 1-ші жұлдызынан бастап қазір толық анализ жасалып отыр. Айына 2 мәрте тест алынады оқушылардан. Тесттің бәрін сол орталықтан өздері жаңағы талдап, сараптама жасап бізге жібереді. Әр мектептің жаңағы социологы, психологы, директоры және білім бөлімінің әдіскері және мен оны бақылап отыруға мүмкіндігіміз бар. Бүкіл аудандағы тәуекел тобының балдарын бәрін біліп отырамыз десек, артық айтпаған боламыз. Түлкібас ауданына қарасты Жиынбай жалпы білім беретін мектебі. Аудандағы белсенді білім ұяларының бірі. Мұнда 200-ден аса оқушы сапалы білім алып, түрлі бағытта дамуға мүмкіндік табуда. Бүгінгі таңда мектепте 31 білікті ұстаз еңбек етеді. Олардың әрқайсысы оқушылардың білім деңгейін көтеруге, тәрбие мен оқу үдерісін жаңғыртуға үлес қосып жүрген тәжірибелі мамандар. Түлкібас ауданы Жиынбай жалпы білім беретін мектебі. Мектепте 209 оқушы білім алуда, оған 31 мұғалім сабақ беруде, 1 мұғалім шебер, 13 мұғалім зерттеуші, 6 мұғалім сарапшы, модератор 6 мұғалім қазір таңда дәріс беруде. Мектебіміз жетістіктеріне келетін болса, былтырғы оқу жылында 20 оқушымыз олимпиададан орын алды. Ал мұғалімдер олимпиадасынан да бізде 3
мұғаліміміз үлкен жетістікке жетті. Білім бөлімінің марапатымен марапатталды. Ал енді мектепке жалпы мектептегі өмірге келетін болсақ, асханада қазіргі таңда 78 бастауыш сынып оқушылары тамақ ішуде, 20 аз қамтамасыз етілген оқушылар тамақ ішуде. Мектеп 2015 жылы жаңа мектеп ғимаратқа көшті. Мектепте 20 кабинет бар, оқу кабинеті, бір спорт зал, асхана, шеберхана қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда былтырғы оқу жылында 20 оқушымыз олимпиададан орын алды. Оқушыларымыз жылда волейболдан, баскетболдан, футболдан үздік спортшы болып аталып жатыр. Облысқа шығып жатыр. Біздің волейболдан жаңа оқушыларымыз бүгінде жаңа жарысқа кетті. Басқа енді көптеген мектепте былтырғы оқу жылында, биылғы оқу жылында жылда семинар өткізіп тұрмыз. Облыстық семинар, аудандық үлкен ақын кісілермен кездесу өткізіп жатырмыз қазіргі таңда. Мектептегі пән кабинеттеріне келетін болсақ, 20 пән кабинеті бар. Материалдық база бізде қазіргі таңда 2015 жылы ашылған кезде берілген пән кабинеттерімен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Жаңадан бізге енді пән кабинеттеріне сұраныс беріп қойдық. Химия, физика, биология, тарих, география кабинеттеріне Құдай қаласа соны күтіп отырмыз. Келешекте ол кабинеттерді жабдықтаймыз деп алға жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда Түлкібас ауданы білім бөлімінің қаржысымен мектепте 33 камера қойылған, бәрі жұмыс істеп жатыр. Балдарымыз жақсы, құқық бұзушылық бізде мектебімізде жоқ. Қазіргі таңда балдарымыз тәртіпті. Былтырғы оқу жылында біз 11 оқушы 11 сыныпты бітірді. Оның қазіргі таңда 6-ы грантқа түсті. Үздік мектеп бітірген 2 оқушымыз болды. Ал биылғы оқу жылында бізде 11 сыныпта 9 оқушы, 9 оқушының 3-еуі алтын белгіге үміткер. Құдай қаласа солардан алтын белгі алады деп біз сеніп отырмыз. Қазіргі таңда енді құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша бізде аудандық ішкі істер бөлімімен тығыз қарым-қатынастамыз. Бізге келіп күнделікті полиция келіп оқушылармен жұмыс жасайды. Оқушылармен құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүреді. Кешкі рейдтер болып тұрады. Қазіргі таңда ешқандай бізде құқық бұзушылық орын алған жоқ. Ал енді мектебімізде жасанды интеллект бойынша оқушылар, мұғалімдер шығармашылықпен жұмыс жасап жатыр. Мұғалімдерді біз қазір оқуға жіберіп жатырмыз жасанды интеллект бойынша. Алда сол жобамен жұмыс жасаймыз деп отырмыз. Мектеп оқушылары Абайдың өлеңдерін мәнерлеп оқып, өз өнерлерін көрсетті. Ауылдың білімін де өнерлі өрендері осылайша қабілеттерін таныта алды. Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпасқа әуелісінде 4 түрлі себеп бар. Біріншісі көкірегі байлаулық бойырып болмау керек. Ал екіншісі естіген я бір көрген нәрсені шын мәнінде ынтамен түсініп ғибрат біләну керек. Ал үшіншісі болатын болса, сол бір естіген көрген нәрсені ішінен біраз уақыт қайталап, көңілге ұңғындыру керек. Ал төртіншісі болатын болса, ой кеселді заттардан аулақ болу керек. Ой кеселді заттар дегеніміз не? Ой кеселді заттар дегеніміз ойыншылдық, саудыраттық, күлкішілдік, кез келген нәрсеге құмарлық пайда болу. Осы 4 нәрсе адамның ақылы мен ойын тоздыратұғын нәрселер. Абай Құнанбайұлы. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта барқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарысар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдын жалын артық мұз, барар едің қай жаққа. Бүгін мынау жалпы биылғы мектебіміздің жақсы жаңалығы, осы мектептің 1968 жылы туылған ер азаматтар, яғни 23 оқушы бітіргенбіз. Соның ішінде жалпы мен осы мектепте оқып бітіргеннен кейін барып, осы мектепте бүгінгі таңға дейін қызмет жасап жатырмын. Соның арқасында жалпы біздің мынау ер азаматтардың өзінің жалпы идеясыменен мына мектепке деген қамқорлық көрсете отырып, спонсорлық ретінде мынау стендті
жасап шығардық. 68 жыл туылғандар бұл жерде жалпы тарих тереңнен алынады. Сондықтан барып тарих білмей өткендерді қазіргі жағдайда білу мүмкін емес деген сияқты біз жалпы 300 билерін, 3 ағартушы, яғни 5 арыс және де мынау 3 бәйтерегімізді жалпы келешек ұрпақтар бізден кейінгі шәкірттеріміз біліп жүрсін, танып жүрсін деген ниетпенен осы 68-ші туылған ер азаматтар, қыздарымыз барлығы осы спонсорлық ретінде осы стендті жасап шығардық биылғы жылға. Сонымен қатар жалпы биылғы оқу жылымызда бізде мынау кіреберіс жерде вахтерға, яғни 20 жылдықтар, яғни өзінің спонсорлығыменен вахтерға кіреберіс жерге офис жасап берді. Сонымен қатар жалпы тағы да биылғы жылы мынау мемлекетіміздің жалпы тапсырмасы, білім саласының тапсырмасы бойынша мынау ұлттық қоңырауды негізге ала отырып биылғы жылы тағы да 10 жылдықтар, яғни өзінің спонсорлығыменен сол 78 жыл туылған азаматтар, яғни ұлттық дәстүрде қоңырау қойып берді. Биылғы жылда біздің мектебімізге спонсорлық жасаған ер азаматтарымыз өте көп десек болады. Барлық ауыл азаматтары, барлығына алғысымызды шексіз рахмет айтамыз. Ауданға қарасты Жандарбеков атындағы жалпы білім беретін мектеп тарихы терең 50 жылдық жолы бар білім ошағы. Мектепке кірген сәтте көзге ерекше түскен киім үлгісі. Бұл жаңа басшының бастамасымен жүріп жатқан шебер қолдар жобасының нәтижесі екен. Ауылдан түлеп ұшқан 20-30 жыл болған түлектер өз үлестерін қосқан. Олар мектепке қажетті құрал жабдықтарды алып беріп, үлкен асар ұйымдастырған. Соның арқасында 400-ден аса оқушыға арнайы бірдей форма тіктіріліп, мектеп өміріне жаңаша серпін берілген. Түлкібас ауданында Құрманбек Жандарбек мектебінде жалпы 1975 жылы салынған бұл мектеп. 50 жыл тарихы бар мектеп. Қазіргі таңда бұл мектепте 1 мен 11 сыныптар аралығында 374, мектеп алды даярлық тобында 38 білім алушы білім алады барлығы. Мектебімізде 61 мұғалім жұмыс жасайды. Оның 5 магистр, модератор 23, сарапшы 18, 6 зерттеушіміз бар. Мектебіміз материалдық жағдайы толық қамтылған. Мектебіміз қазіргі таңда жылы, пештер жұмыс жасап отыр. 23 оқу кабинетіміз бар, 2 спорт зал, 1 асхана, 40 орындық асханамыз бар. Бір кітапханамыз бар. Біздің мектебімізде президентіміздің бастамасымен жалпы Қазақстан бойынша ыстық тамақ қамту қолға алынып отыр. Ата-аналарымыз өте алғысын айтуда. Неге десеңіз, бұрын ыстық тамақпен қамтылмайтын қазір балаларымыз бар, қарны тоқ балалар білімді алуға да ынтасы ерекше болады, білесіздер, энергия келеді. Сондықтан осы барысында біз мектебімізде 1 мен 4 сынып аралығында 132 бала ыстық тамақпен қамтылады. 5-11 сынып аралығында 12 баламыз ыстық тамақпен қамтылып жатыр қазір. Бұл мектепте мектеп формасы бізде проблема болған. Кез келген проблема болған жерде жобалар ендіру керек деп инновациялық менеджментте біз дәріс бергенде осы білімді алған едік. Келген кезде мектептің оқушыларының формасын қалай бір ыңғай қылып жасау керек деген ойда көп ойландым. Сол тарапта мен шебер қолдар жобасын енгізіп жібердім. Бұл шебер қолдар жобасының аясында біз акция ұйымдастырылдық. Сол май айында келген едім. Сол май айының соңында біздің мектебімізде 20 жылдық, 30 жылдық түлектер келіп, мектепке не сыйласақ болады деп келгеннен кейін ол кісілерге біз ұсыныс жасадық. Тігін машиналарын тігіп берсеңіздер деп, алып берсеңіздер деп. Сөйтіп 20 жылдықтар, 30 жылдық түлектер келіп мектепке тігін машинасын сыйлады. Енді тігін машинасы келді, сондай ойға идея келді. Барлық 430 балаға бірдей оқу жилеткасын тігу осы жоба аясында. Ұлттық құндылығымызды ұстанып, ұлттық оюымызды бір шетіне тігіп, сондай бір дизайн ойлап таптық. Біздің өзіміздің еңбек пән мұғалімдері бар, сонымен хатпен демеушілерге шықты. Ауылымыздың әкімімізге үлкен рахмет, осы тарапта үлкен қолдау көрсетті. Ауылымыздағы жаңағы қалталы азаматтары, кәсіпкер азаматтардың басын қосып, ұйымдастырып, мектебімізге 7 рулон мата кеп берді. Көк түсті
керемет. Сол бізде мамандарымыз есептеді, 430 оқушыға 7 рулон әрқайсы 50 метрден мата жетеді деп. Сөйтіп, осы ауылымыздың тұрғындары жабылып, шебер қолдар жобасы аясында 430 балаға жилетка тігіп, 1 қыркүйекте барлығын таратып, сондай бірдей жилетка киіп жатырмыз. Біз бірыңғай формамыз осылай бір ауызбіршілікпен шебер қолдар жобасы аясында оқушыларымыздың бәрін бірдей оқу формасымен қамтып алдық. Тегін таратылды. Өзіңіздің ойыңыздан? Иә, бұл өзінің ол ойды да Алла береді ғой. Қалай бірыңғай формаға енгізсе екен, қалай елді мазалап, енді түрлі әлеуметтік жағдайы бойынша отбасылар бар, ешкімге сатып алмайтындай жаңағы іске асырсақ болады деп осы идея келді. Идеяны Алла қолдады, іске асырдық. Осы майдан кейін сабақ тоқтатылады. Июль айында бізде мұғалімдер жұмыс жасайды. Сол арада мектеп мұғалімдері бар, ауылдағы асарлатып тігінші келіндер келді. Әжелеріміз кірісті. Жаңағы әжелер алғасындағылар келіп асарлатып тамақтарына келді. Мектепте осындай керемет іс-шара болып отыр екен, ауылымызға бірыңғай форма енейін деп жатыр екен деп қолдау көрсетті. Бүкіл жилетка тігілді 2 айдың ішінде. Сонда не керек деп әжелеріміз түймеге, енді 450 балаға 1000 түйме керек қой. Сөйтіп әжелеріміз келіп демеушілік жасап, пенсияны 25 000 теңге қаржы берді, соған түймесін алып тігіп, жаңағы сол іске асты ғой, керемет тірлік. Қазір көріп отырсыздар ғой, көк пен көк бәрі бірдей болып киініп келіп жатқаны сол жобаның арқасы. Енді министрлігіміз айтады ғой, кез келген проблема болса жоба ендіру керек деп. Сол жобалық менеджмент арқылы мен осы мектептің оқушыларын бірыңғай форма киюге іске асырдым соны. Қазір енді кез келген жетістік, кез келген білім сапалы сабақтан басталады. Әр мұғалім өзінің пәнін недегі сабақтарды өте жоғарғы деңгейге дайындықпен келсе, сапалы сабақтар болса, сонда білім сапасы өседі. Осы тарапта біз зерттеуші мектеп жобасын ендірдік. Зерттеуші мектеп жобасы аясында зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұғалімдеріміз іс-әрекеттегі зерттеумен, сабақты зерттеумен, lesson studyмен айналысып жатыр. Жалпы ұжым дамуда қазір. Жалпы керемет. Бүгіннің өзінде 6 ашық сабақ өткізілді, шебер сыныптар өткізілді. Осының бәріне қатысып, талдау жұмысын жүргізіп, балаларымыз сабаққа қызығып, қызығушылығы артып, түрлі енді әдіс-тәсілдер, түрлі ойын сабақтар болғаннан кейін балаларымыздың сабаққа деген қызығушылығы артып жатыр. Осындай кереметтей бір қайнаған жұмыстың ортасында жүрміз қазір енді. Мектептің тағы бір ерекше тұсы ауыл жастарына арналған бокс үйірмесі мен қыздар мен ұлдарға арналған шеберхана. Бұл суретте Абду шаңғы теуіп жатыр, ал Медина болса аққала жасап жатыр. Мединаның досы Мейрім оған көмектесіп, ол екінші аққаланы жасады, ал оның досы Айкөркем оларға көмектесуге жүгіріп келді. Асылам болса балдарға көмектесуге жүгірді. Бізде мектепте аудан бойынша менің шағын отаным атты республикалық байқаудың аудан бойынша көлемін бойынша өткізілген. Менің өлкемнің, туған өлкемнің символдары бағытында 9 сынып оқушысы Көлтай Көркем оқушымды алып барып, қар барыс туралы кішігірім ғылыми жұмысымызды қорғап қайттық. Бұл жерде өзіміздің тәуелсіздігіміздің символына айналған және Ақсу-Жабағылы мемлекеттік қорығының тау патшасы туралы жақсы терең ғылыми жұмыс жасап, үмітімді ақтап, оқушымыз ауданнан 1-ші орын алып, бүгінде облысқа жолдама алдық. Мен шағын отаным атты байқауда 1-ші орын алдым. Міне біз осындай жоба жасаған болатынбыз. Бұл бізде қар барысы. Осындай жобадан 1-ші орын алуыма тілекші болған менің Гүлнар апайыма рахмет, және мектебіме Гүлжан апайға барлығына рахмет айтамын. Не себепті бұл? Себебі бұл ерекше, және де біздің өзіміздің Түлкібас ауданға жататын аймақта мекендегендіктен осыны таңдап отырмын, қар барысын.
Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп ауданның тарихы терең білім ұяларының бірі. 1927 жылы негізі қаланған мектеп ұрпаққа білім мен тәрбие беріп келе жатқан мектептердің бірі. Түркістан облысы Түлкібас ауданына білім бөліміне қарасты Шоқан Уәлиханов атындағы шағын жинақты жалпы білім беретін мектептің тарихы тамыры өте тереңге созылған. Нақты тоқтаулар болсақ, революция кезінен кейінгі 1917 жылғы Қазан революциясынан кейінгі осы ауылдарда білімнің ошағын салу мақсатында бір сыныптық, екі сыныптық мектеп ашылған болады екен. Соның ішінде 27 жылы біздің мектебіміздің ең алғашқы іргетасы қаланған. Мектеп алғаш қаланған кезде бар жоғы 2 сынып болған екен. Ал енді бірте осы мынау халықтың арасында сауатсыздықты жою мақсатында осы компания белең алады. Соған байланысты мектебіміздің тарихы өрби түседі. Соғыстың кезінде біздің ауылымызға тұтқынға түскен жапондар әкелінеді. Мінекей сол жапондардың күшіменен жапондарға арнайы төменде біздің ауылымыздың төменінде үлкен барақ салынады. Мінекей сол барақ 45 жылы жапон тұтқындары еліне қайтарылғаннан кейін осы барақты мектептің ғимаратына беріледі. Мінекей осы кезден бастап біздің мектебіміздің дамуында жаңа серпін ашылады. Үлкен мектеп тура сол кезде совхоз Түлкібас деп аталатын совхоздың орталығына айналады. 65 жыл біздің мектебіміз 10 жылдық мектеп болып өзгереді. Және 65 жыл осы мектепке Шоқан есімі беріледі. Міне бүгінге дейін осы Шоқанның есімін біз үлкен мақтанышпенен ұлықтап жүрміз. Бүгінгі таңда біздің мектебімізде 178 оқушы бар. Комплектациясы бойынша мектебіміз шағын жинақталған болып есептеледі. Барлығы 13 комплектіміз бар. Мектеп алып даярлық сыныбын қосқанда 11 сыныппенен класс комплектациясы түптеледі, реттеліп. Мектебімізде бүгінгі таңда 36 мұғалім жұмыс жасайды. Ал енді мектептің мұғалімдерінің контингентіне тоқталып өтетін болсақ, зерттеуші санатында 8 мұғаліміміз бар, сарапшы санатын алған 14 мұғаліміміз бар, модератор санатымен жұмыс жасайтын мұғалімдеріміз бар, және де кеше ғана былайша айтқанда тәжірибесін бастаған мұғалімдеріміз бар, әлі педагог тәжірибесін жинақтап енді үлгергендер. Мінекей биылғы жылы сол қыздар мен жігіттердің санатын тағы көтереміз деп жоспарлап отырмыз, Құдай қаласа. Мен бағана мектептің тарихын айтқан кезде бұрын ескі ғимаратта айтып өткен болатын тұғым. Мынау қазір біз отырған мектептің ғимараты 2009 жылы біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 мектеп, 100 аурухана аясында, жобасының аясында салынған мектеп болатын тұғым. 2009 жылы осы мектепке кірдік. Мінекей 2009 жылдан бастап осы мектепте жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді әттең-ай деген барлық жерде болады. Бүгінгі таңда біздің мектебімізде жаңа модификацияланған кабинеттер жоқтың қасы деп айтсақ болады. Бірақ енді аудандық білім бөлімі уәде берді, биылғы жылы осы химия, физика, биология кабинеттерін жабдықтайды деп отырмыз. Бірақ дей тұра біздің мектебімізде 7 кабинетте интерактивті тақтамыз бар. Күні кеше бізге үлкен смарт тақта берілген болатын тұғын. 45 ноутбук берді. Мінекей осы материал техникалық базаның күшімен біз жұмыс атқарып жатқан жағдайымыз бар. Енді жетістіктерге тоқталатын болсақ, біздің мектебіміздің былтырғы жылы бүгіннен бастап теріс қарай есеп қылайын. Ондай болатын болсақ, бүгінгі таңда біздің мектебіміздің 2 қызымыз бокстан Қазақстан чемпионатына қатысқалы тұр. Кеше ғана облыстық чемпионаттан 1-ші жүлделі орын алып келді қыздарымыз. Мінекей бүгін сол арнайы жарысқа кетті. Енді бір аптадан кейін сол кісілер үшін тақымызды қысып, додасының қатысқанын бақылап отырамыз. Мына осындай мақтанышымыз бар. Одан бөлек жалпы білім беретін пәндер бойынша біздің оқушыларымыз үнемі аудандық кезең болсын, облыстық кезең болсын 1-ші орын алып, өздерін биіктен көрсетіп жатқан жағдай бар. Енді оның ішінде атап айтатын болсақ, біздің Мұхтарбекұлы Алмат деген баламыз облыстық олимпиададан 1-ші орын алып, республикалық олимпиаданың кезеңіне жолдама алған болатын тұғын. Бірақ енді ол жақтан нәтижені өзінің ойлағандай жеткізе алмады. Одан бөлек жеке айтып өтетін болсам, біздің бастауыш сыныбымызда Алтын Сақа олимпиадасы бар, жас түлек олимпиадасы бар, президенттік олимпиадалар бар. Жалпы білім беретін пәндердің 9-11 сынып 5 пен
6 сыныпқа, 7 мен 8 сыныпқа арналған олимпиадалардың барлығынан біздің оқушыларымыз жүлделі орын алып келе жатыр. Ыстық тамақ мәселесіне тоқталып кететін болсақ, 1 мен 4 сыныптың арасында бізде барлығы 78 бала бар, осылардың бәрі ыстық тамақпен қамтылады. Ыстық тамақтың тамақ мәзірі қазіргі тамақтану стандартының аясында жүргізіліп жатыр. Биылғы мектеп түлегі Мұсабекова Анель, Анельдің арманы дефектолог маманы болу. Мектеп қабырғасында жүрсе де, ол өз саласын зерттеп, қалай емдеу жолдарын ізденіп жүрген белсенді шәкірттердің бірі. Мен осы мектепте 1 сыныптан бері оқимын, және де өткен жылы 10 сыныбымда мектептің президенті рөлін атқарған болатынмын. Ал алтын белгіге келе жатқанымды атап өтуге болады, және де мектептің көптеген олимпиадаларына белсенді қатысамын. Оның ішінде президенттік жарыстарды айтуға болады, шабыт шығармашылық байқауын айтуға болады, облысқа барып келген олимпиадаларында атап өтуге болады. Оның ішінде математикалық олимпиадалар және шығармашылық олимпиадалар бар. Өзім өлең оқығанды жаным сүйеді, және де болашақта дефектолог мамандығына барғым келеді, биология, география пәнін таңдап отырмын. Себебі балаларды жақсы көргендіктен оларға көмек қолын созғым келеді. Көру, есту, сөйлеуде дамымаған балаларды өмірге жетелеп, оларға өмірге деген қызығушылығын арттырғым келеді. Сол үшін де осы мамандықты таңдап отырмын. Әрине сол мамандықты таңдап отырғандықтан ізденіс жұмыстарын жүргіздім. Жалпы оның бірі қазіргі салада ол интернет деп ойлаймын. Кішкентай баланы, оған бізде қоршаған ортада даму керек, адамдармен сөйлесу керек. Оның орнына баланы үйде жауып, оған телефон ғана беріп қояды. Яғни миымды ашпасын, тыныш отырсын деген мақсатта. Сол себепті бала өзінде ішкі жабылады да, миы дамуын төмендетеді. Сол себепті осындай ауруларға себеп болады. Мысалы, қазір бар ғой, бізде яғни олар жатырда дамиды, аутизм деген аурулар бар. Соларды дамуға көмектесу үшін осындай мамандар қажет. Ал жаңағы айтып кеткеннің бірден бір себебі осы бір телефон, ата-ананың баламен көп жұмыс істемеуі, қоршаған ортамен байланыспауы деп ойлаймын. Мектеп шәкірттерімен ғана емес, ұстаздары да еңбекқор. Солардың бірі Раушан Мақатаева, музыка пәнінің мұғалімі. Ол тек музыкамен шектелмей, ауыл жастарын биге қосымша үйретеді. Саналы ғұмырын осы салаға арнаған Раушан ханым бұл істен ешқашан жалықпайтындығын айтады. 90 жылда үлкен өнер институтын бітіріп, осы мектеп Уәлиханов мектебіне жұмысқа кірдім. Сол жылдардан бастап қазір осы мектепте музыка пәнінің маманы болып жұмыс істеп келе жатырмын. Және мына би үйірмесін қосымша алып отырмын. Балалардың жаңа тек қана әнмен ғана үйретіп қана қоймай, қосымша биймен де кішкене айналысып, балаларды кішкене қызықтыру мақсатыменен Айгөлек деген би тобын 90 жылдан бері ашып, әлемге күнге дейін билеп келе жатырмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей сахнада қыздарымыз дайындық үстінде. Енді кішкене музыка мамандығы болғаннан кейін, енді биден де кішкене хабарым болғандықтан қосымша алып отырмын ғой. Балаларды бір ғана айтып отырмын ғой, бір ғана әнмен ғана қалып кетпесін деп, қосымша қаншама группа енді. Қанша оқушыларды тәрбиеледіңіз осыған дейін? Енді 90 жылдан бері келе жатыр ғой, 35 жыл болып қапты істегеніне өз. Енді 3-4 жылдан кейін пенсияға шығамын деп отырмын. Бұл бір жағынан сізге спортта шығар? Әрине, денсаулыққа өте пайдалы ғой, балдармен, қыздармен қосылып билеймін деп өзімде. Кәнге бірге тұрамыз енді? Аяғына дейін. Соңғы тұрған қыздар жылжимыз. Соңғы қыздар көрінбей, аяғына дейін көрінбей кетеміз. Оң жаққа қараймыз, тек қана. Ауданға қарасты Сеславина мектебі заманауи оқу орны. Жаңа ғимарат 2021 жылы пайдалануға берілген. Заман талабына сай жабдықталған мектептің атауы бірден көзге түсті. Мектеп атауының өзгеруі бойынша жұмыстар 2027 жылға жоспарланып, болашақта жаңа бағытта білім беруге дайындалып жатыр екен. Мен өзім 2023 жылы конкурс негізінде қайта тағайындалдым екінші мерзімге. Енді мектептің қысқаша тарихына тоқталып кетсек, 1928-29 жылдары бұл алғашқы мектеп школа крестьянской молодежи деген мектеп ашылған, 4 бөлмелі начальный класс. Одан кейін келе бұл жақта негізі орыстар мекендеген. 38-39 жылдары бұл Карл Маркс орыс мектебі болып аталады. 47 жылдарынан бастап бұл уже
орта негізгі мектеп болып аталады, Сеславина болып аталады. Сеславина деген біз 2 жылдың 3 жылдың төңірегінде жұмыс жасап жатырмыз. Бұл мектептің атауын ауыстыру жөнінен. Бірақ қазіргі кезде мораторий жариялаған 27 жылға дейін біз біршама құжаттарды дайындап қойдық. Сол бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді мектептің ғимаратына келсек, соңғы 21 жылы бұл мектеп пайдаланысқа берілді. Қолдануға заманауи жабдықталған, өте мердігерлер өте сапалы соққан мектепті. Әлі күні бүгінге дейін біз әлі капремонт не аған жоқпыз. Ремонтты аз неге түсіп жатыр бізге, өте сапалы. Ал енді мектептің өзінің несіне келетін болсақ, 31 мұғалім жұмыс жасайды бізде. Барлығы жоғары білімді, әр оқушы, әр мұғалім 3 жыл сайын біліктілік курсын арттыруға барып келеді. Біліктілік санатына келетін болсақ, біздің мектепте 6 зерттеуші бар, 8 сарапшы бар, модератор 11, қалғандары модератор санатсыз. Енді біз биылғы жылы жұмыс жасап жатырмыз, осы санатсыз мұғалімдердің барлығы санатын көтеру мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Әрине ол оқу ағарту министрлігінен шыққан 95-ші бұйрығы бар. Сол бұйрық негізінде біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Сол бұйрық негізінде орындау мақсатында мектептің білім сапасы біршамалы көтеріліп жатыр. 95-ші бұйрықта біздің мұғалімдеріміз біліктілік санатын көтеруге барады. Ол жақтан ол қандай тәжірибе алмасып келеді, қандай сабақты қалай өту керек, қандай методиканы пайдалану керек. Соны келгеннен кейін олар жоспар жасап, сол біліп келгеннің алған білімдерін сабақта пайдаланып жатыр. Біз оны мектептің даму жоспары бар, 23-28 жылдары сол даму жоспарына біз оны енгізіп, жаңалықтарды енгізіліп жатырмыз. Енді білім сапасына келетін болсақ, 3 жылдық білім сапасын салыстыратын болсақ, бұл жерде әр жыл сайын біз 1-2% қосып келе жатырмыз. Мысалға, алдыңғы жылы бізде 61% болатын болса, былтырғы 24-25 оқу жылын біз 62,5%-мен аяқтадық. Енді 3 жылдың біз бірінші 90-ның несін өткенде талдау жұмыстарын жүргіздік. Талдау жұмыстарын жүргізу барысында әр бірінші 90-да біз 2%-1%-дан қосып отырады екенбіз. Мысалға, өткенде биологиялық кеңесте біз талдау жұмыстарын жүргіздік, анализін тыңдадық, оқусын меңгерушінің. Былтырғы жылы біз 54%-мен аяқтасақ, бірінші 90-да, биылғы жылы 56%-мен аяқтадық. Енді биылғы оқу жылын біз алдымызға индикатор нысанын қойып отырмыз. 63-64%-ға көтерсек деп отырмыз. Әрине, бірінші 90-да білім сапасы төмен болады, бұл жерге бірінші класстың оқушылар келеді, әлі олар бағаланбаса да, бірақ бұл жерде 5-ші сыныптың адаптациясы бар. Кішкене ана жерде уже 10 шақты мұғалім береді. Ол адаптациясында біздің психологымыз қазір жұмыс жасап жатыр. Олардың жаңағы оқуға деген ынтасы, қызушылығы 5-ші класстағы керемет. Оны біз осы немен дәлелдей аламыз. Осы кеше ғана аудандағы олимпиада барып келді. Біз 5-ші класстың оқушыларымыздың бір оқушымыз 2-ші орын алып келді математикадан, біреуіміз тарих пәнінен алғыс хатпен оралды. Ол енді мұғалімдердің еңбегі деп ойлаймыз. Жұмыс дұрыс жолға қойылған жөнінен. Бізде ыстық тамақ мәселесі бойынша бізде 1 мен 4-ші класстың аралығында 64 оқушы бар. 64 оқушы 2-ші сабақтан кейін үлкен переменде тамақтанады. Ал 4-ші сабақта, ол 11:25-те қазір өрде жалпы міндетті білім қорынан бөлінген қаражатқа әлеуметтік жағдайы төмен балалардың 20 бала тамақтанады. Кәні өздеріңіз қазір көресіздер. Оның менюі, күнделікті апталық менюі және күнделікті менюі ілініп тұрады. Бракераждық комиссия өз жұмысын жасауда, аптасына 2 рет, бізде 3 рет бракераждық комиссия жиналып, тамақтың сапасын тексереді. Ол комиссияның ішінде бізде медбике бар және ата-аналар комитетінің несі бар, төрағасы бар. Бізде қазіргі мына мектебімізде 16 кабинет бар. Материально технический базамыз бізде жақсы жабдықталған кабинеттер, бір интерактивті тақта бар. Біз даму жоспарына қойып отырмыз. 2-3 жылда хотя бы бір смарт тақта, интерактивті тақта деген сияқты сұранысты беріп отырмыз. Барлық кабинетте бізде видеопроекторлар бар. Мына биылғы жылы біз қолға алдық мына заманауи кабинеттерді жабдықтау жөнінен. Биылғы оқу жылында, жаңа оқу жылында біз 16 кабинеттен 50%, яғни 88 кабинетті жаңа 3D форматта біз жабдықтап қойдық кабинеттерді. Материал-технический базада бізде қазір мектебімізде 76 компьютер бар. Бала басына шаққан кезде 2 адамға бір компьютерден түседі екен. Интернет мәселесі де бізде Starlink нені кіргізгенбіз. Қазір енді өзіміздің елді мекенімізге Kcell несі тартылды. Келешекте осы жасанды интеллект бар, басқа бар деген сияқты әлеуметтік желіден пайдалы нәрселерді пайдаланамыз деп біз толық айтуымызға болады.
қазір жасанды интеллект бойынша жылдың басында осы жолдаудан кейін біз жиналыс өткізген болатынбыз. Біраз мұғалімдеріміз онлайн оқу бітіріп алды. Енді алдыңғы аптада ғана аудандық білім бөлімінен хат келді. Ақылы болса да мұғалімдерімізді шетінен оқуға біз жоспарлап отырмыз. Себебі ол қазір заманның талабы, заманға ілесіп отырмаса, күндегі бір жаңалықтан қалсақ, уже ертеңгі үшінші күнгі жаңалық уже болмай қалады деп біз меңгеріп жатыр. Пайдаланып жатқан мұғалімдер бар. Әрине оның мен айтайын, оның пайдасы өз пайдасын береді деп ойлаймын. Мұғалім бір жағынан мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді. Қазіргі таңда облыс бойынша аудан мектептерінде дос болайық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Жобаның негізгі мақсаты балаларға қауіпсіз балалық шақты қамтамасыз ету. Мектеп психологтары буллинг пен зорлық-зомбылықтан сақтану үшін әр оқушымен тұрақты түрде бүгінде жұмыс жүргізіп келеді. Дос болайық акциясы қарқынды жұмыс жүргізіп жатыр. Білім алушыларымызбен бірге біз күнделікті балдардың бір-біріне деген сыйластығын, бір-біріне деген мейірімін арттыру мақсатында керемет акциямыз жүріп жатыр. Бізде ең бірінші бұл буллингтен қорған, буллингке жол жоқ деген акцияда балаларымыз бір-біріне тек қана қуаныш сыйлауда, ризашылық білдіруде бір-біріне, мақтанышпен мектепке қуанып, көңілді келуде. Әрбір баламның өздерінің алдына қойған үміттері бар. Және де сол сияқты әрбір баланың бір-біріне деген мейірім, махаббаттары бар. Біз бұл жерде буллингті болдырмау үшін біз бір-бірімізге еш уақытта ашуға жол бермейміз. Реніш болмайды ешқандайда, және қорқынышқа жол бермейміз. Мінекей біздің осы акциямыздың барысында мектеп оқушылары бір-біріне деген үлкен өздеріне деген сенім, достық қарым-қатынастарын жақсы жолға қойған. Мен олимпиадаға 7 сыныптан бастап жүлделі орындар алып келе жатырмын. Және де қазіргі таңда физикаға деген құлшынысым, қызығушылығым өте жоғары болғандықтан, мен 11 сыныпта физика пәнін таңдап жатырмын. Және де олимпиадаға қатысып өте көп орындар алдым. Бірінші, екінші, үшінші орындар алып келе жатырмын осы уақытқа дейін. Және де олимпиадаға дайындықта біз мұғаліміміз екеуміз алдағы жылғы келген олимпиадаға есептерді мен сұрақтарды бірге шешіп, талдап, қосымша сабақтар жүргізіп жатырмыз. Тағы да айтатын болсақ, олимпиадалық есептер маған алдағы болашаққа деген менің бағыт-бағдарыма таңдауға көмектесті деп нақты айта аламын. Және де бұл тек білім жарысы ғана емес, бұл менің өмірлік болашақтағы дамуыма үлкен үлес қосты деп айта аламын. Түлкібас ауданының мектептері оқушылардың білім мен талантты дамитын заманауи құрал жабдықтарымен қамтамасыз етілген оқу орындары. Шәкірттер өнерімен, спорт үйірмелерімен, жобаларымен өздерін танытып, ұстаздар кәсіби шеберліктерін көрсетуде. Дос болайық сияқты әлеуметтік жобалар арқылы балаларға қауіпсіз әрі қолайлы орта жасақталып, жас ұрпақтың жан-жақты дамуы қамтамасыз етілуде.